Сәлем достар, Назар ФМ медиа орталығы сіздерге музыка әлемі бағдарламасын ұсынады. Сіздермен болатын мен, Марал Асхатқызы. Heart of a bells with silver bells all seem to say from Castaway. Christmas is here, bringing good cheer to young and old, meek and the bold. Oh, how they pound, raising the sound. Oh, hill and dale, telling their tale. Carry the ring while people sing songs of good cheer, and Christmas is here. Merry, 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 merry Christmas. Merry, 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 merry Christmas. Oh, no, they said, no, without a doubt. Иә, достар, өздеріңіз тыңдағандай, бұл And Carol of the Bells. Симфониялық оркестрден бастап, кавер орындаушыларға дейін осы әнді керемет орындап шыққан екен. Енді біз осы ән туралы айтатын болсақ, сөзбе-сөз аударғанда рождестволық, яғни қоңыраулар гимні. Аудармасы, достар, Carol деген әнұран, ал Bells деген қоңыраулар екен. Украин халық әні Щедрик деп аталады, яғни түпкі Carol of the Bells әннің түпкі тақырыбы, яғни аты Щедрик екен. Және бұны, достар, бізге өңдеп берген Николай Леонтьевич екен. Щедрик, яғни халықтық жаңа жылдық әні, яғни христиандарға дейінгі дәуірде пайда болған және 20 ғасырдың басында Украин композиторы Николай Леонтьевичтің өңдеуінің арқасында өзінің бір екінші өмірі мен әлемдік танымалдылығына ие бола алды. Иә, достар, енді біз қазір әннің тарихына беретін болсақ, Николай Леонтьевич өмір бойы, яғни Щедриктің әлемге әйгілі нұсқасымен жұмыс істеген екен, яғни өмір бойы жұмыс істеген екен. Әннің бірінші нұсқасы 1901 және 1902 жылдар аралығына жазылса, ал екінші нұсқасы 1906 мен 1908 жылдары, ал үшінші нұсқасы 1914 жылы жазылған екен. Ал төртіншісі, достар, 1916 жылы, ал ең соңғы, яғни бесінші нұсқасы 1919 жылы жазылған. Алғаш рет Щедрикті Киев университетінің хоры 1916 жылы композитор, яғни Киевте жұмыс істеген кезінде, яғни хорларға жетекшілік етіп, және музыкалық драма институтында сабақ берген кезінде орындаған екен. Николай Лысенко Киев облыстық комитетінің музыка бөлімінде жұмыс істеді. Алғашқы қойылым композиторға үлкен табыс әкелді. Леонтьевичтің есімі музыкалық ортада көпшілік арасында да танымал болды. Енді, достар, біз американдық ән тарихына беретін болсақ, 1921 жылы 5 қазанда Щедрик алғаш рет Америка құрама штаттарында, яғни Нью-Йорктегі Карнеги холлдағы концертте орындалған екен. Әннің танымал болғаны сонша 1936 жылы NBC радиосында, яғни жұмыс істеген Петр Виховский, яғни басқа деректер бойынша Петр Вильховский екен. Щедрик сөздерінің ағылшынша нұсқасын құрастырған екен. Ән Вильховскийге қоңырауды еске түсірді және ол бұл суретті, яғни өлеңдеріне сипаттап жазып шығарған екен. Кейінірек бұл ән батыстың музыкалық мәдениетіне қоңыраулардың әні, яғни Carol of the Bells деген атпен енген екен. Осы күнге дейін американдық хорлар, кәсіби және әуесқойлар бұл шығарманы Рождество әні ретінде айтады. Ал ағылшынша мәтін нұсқаларына беретін болсақ, Вильховский оркестрге арналған әуенді NBC радиосының, яғни симфониялық оркестріне арналған жаңа сөздермен қайта өңдеп, қоңыраулар тақырыбына назар аударды. Өйткені әуен оған кішкентай қоңырауларды еске түсірген екен. Ол алғаш рет ұлы депрессия кезінде эфирге шықты. Ал Вильховский 1936 жылы жаңа сөздерге авторлық құқықты қорғады және оның Украина халық республикасында шамамен 20 жыл бұрын жарияланғанына қарамастан әнді жариялаған екен. Иә, достар, басында айтып кеткенімізде Carol of the Bells
әні көптеген кинофильмдерге, сериалдарға, яғни саундтрек ретінде қолданылды деп біз басында айтып кеткен болатынбыз. Carol of the Bells әнін мынандай бір сериалдардан да тыңдасаңыздар да болады екен. Яғни бұлар South Park, Симпсоны, Гриффины, Субботний вечер в прямом эфире, Менталист, және де достар басқа да кинофильмдерге, яғни Гарри Поттер, Один дома, У зеркала два лица, Крепкий орешек 2 және Семейка Адамс кинофильмдерде саундтрек болған екен. Carol of the Bells әнінің 3 каверіне бергіміз келеді. Өз бағаңызды осы видеоның астына лайк басу арқылы берсеңіз болады, немесе өз пікіріңізді қалдырып кетсеңіздер де болады. Біз үшін ол өте маңызды. Енді достар, біз керемет 3 каверге береміз. Алыстамаңыздар. Достар, сіздерге осы керемет таңдалған 3 кавер ұнады деген ойдамыз. Біздің Facebook, YouTube және Instagram желілеріне тіркеліп өздеріңіздің пікірлеріңізді жаза аласыздар. Сіздермен болған мен, Марал Асхатқызы. Сау болыңыздар.